Ниет деген бөлек, ой деген бөлек. Ажыратпау керек. Ой өзіңнен келе беретін ой болуы мүмкін. Осы Алла бар ма деп келе береді да, сен әдейі ала ойламайсың оны. Сен оны ниет қылмайсың, бірақ келіп қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл иманның белгісінен дейді. Саған күмән келіп жатса, сен оны қайтарып отыр. Жоқ, Алла бар. Бұл ой сен әдейі шақырып жатқан жоқсың. Бұл өзіңнен келіп қалады. Болады шығар өздеріңде де. Бірақ ниет деген болады. Ниет деген сен қаладың оны. Ниет деген опасно. Осы қатерлі. Сен тұрып ниет қылатын болсаң, осы Құдай жоқ. Ниет қылатын болсаң, онда сен бірден күфірге айналасың. Мысалы, сен тұрып өйтіп айтатын болсаң, бір айдан кейін исламнан шығамын мен. Бір ай пока мұсылман бола тұрайын, бір айдан кейін исламнан шығамын. Сен сразу шығасың исламнан. Бір ай деген не әңгіме ол? Ол сен уже ниетің сен күфірлікте тұр. Ол сен бір ай емес, ештеңе әсер етпейді. Бірақ ой келген кезде сен оны қайтарып отыру, бұл күфірліктен емес. Қашан сен момын, мұсылман боласың? Сен Алланы таныған кезде ма? Алланы тану арқылы мұсылман боламыз ба? Алланы тану мұсылман қылмайды сені әлі. Алла сен айтасың, Алланың пайғамбарымыздың алып берген нәрсесінің бәрі шариғаты және Алланың бар екенін хақ деп мойындаған кезде сен білсең, мысалы Абу Жахил білді, мысалы Құранның Алланың кәламы екенін, біліп тұр бәрін прекрасно. Алла Тағала Құранда сипаттайды мүшриктерді, олар пайғамбар екенін өздерінің балаларынан қарағанда жақсырақ біледі дейді. Бәрін біліп тұр ғой, Алланы біліп тұр, бәрін біліп тұр ол кімнің кім екенін. Бірақ ол кәфір болды. Ненің себебінен? Мойындамаған себебінен.